Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, жұмсақ бір жасағаннан шығатын зебра пирогын дайындаймыз. Алдымен ыдысқа 4 жұмыртқа, 300 грамм қант салып, көлемін ұлғайтып, ағарғанға дейін миксермен араластырамыз. «200 грамм 20% қаймақ салып араластырамыз. 100 грамм ерітілген сары май салып араластырамыз. 250 грамм ұнға 1 шай қасық сода салып, құрғақ ингредиенттерді араластырып, массамызға 2 бөліп салып араластырамыз. Алынған массамызды 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігіне 2 ас қасық какао ұнтағын салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Пергамент қағазы төселген формаға 2 ас қасықтан кезекпе-кезек массамызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне зубочисткамен өрнектесеңіздер болады. «180 градуста қызып тұрған пеште 45-50 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді, жұмсақ зебра пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.